Сәлем досым, сенімен оңай медицина. Бүгінгі влогымды Уфа қаласындағы ең үлкен сауда орталықтарына арнаймын. Соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ендеше назарларыңыз экранда болсын. Бұл сауда орталық мега деп аталады. Автотұрақтың өзі осыншама үлкен аумақты алады. Енді ішіне бірге кіріп аралайық. Барлығыңызға сәлем достар. Біз бүгін Уфа қаласындағы ең үлкен мегада, яғни ойын-сауық орталығынан басқа өзіңізге керек әйелдер және ерлер киімі бар жерде жүрміз. Енді бізбен бірге тамашалаңыздар. Шынында да іздегеніңнің барлығын табатын, тіпті жаныңның рахатын табатын массажға дейін орнатқан Уфа қаласындағы ең үлкен сауда орталығы болып табылады. Ерлер, әйелдер, кішкентай балаларға арналған киімдер, ең үлкен мықты бренд магазиндер, озық техникалардың бірі орналасқан бұл жерге біз де келдік. Бір этаждың өзін әрең бір күннің ішінде аралап мүмкін еместігін алға тартқым келеді. Ендеше видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Магазинді бірге аралайық. Аптаның соңында, яғни сенбі күні сайын осындай жәрмеңкелерді ұйымдастырады екен. Осылай макияж жасауға және де қолдан жасалған әдемі әшекей бұйымдарды да сатып алуға болады екен. Әрине ол сіздің қалтаңыздың көтергеніне қарай. Қанша? 2500. Черная пятница болғасында адамның көп шоғырланған уақыты болды. Сөйтіп, неше түрлі әтірлердің иісін иіскеп жүріп, мегадағы Ашан деп аталатын үлкен гипермаркетке келдік. Бұл маркетте енді шегі жоқ. Тіпті бұны аралап біту де мүмкін емес. Мынау сладкая вата. Қызық, иә, мындай. Бұл где-то қанша екен бағасы екен. Бұл жерде ассортимент өте көп екен, прям күшті. Андай жүріп, асықпай, таңдайсың барға. Сироктың да түрі бар екен. Еще бұл жерде скидкаге дейін бар екен. Сирок какао дейді 17 рубль, где-то бізбен 100 теңгенің арасында. Ашан гипермаркетінде осындай каждый день деген бір фабрика ма осындай бар екен. Бұны так, бұл российский болуы мүмкін. Я российский Волгоградта. Бұлар байқасаңыздар басқа бағаларға қарағанда арзандау келеді. Мысалы 26 рубль, 75 рубль деген сияқты. Негізі Ресейде кола, фанта, сосын спрайт дегенді алып тастаған болатын. Енді бұлардың жаңағы ең мықты брендтердің типі бұлардың копиясы.
Келесі күні біз планета деп аталатын сауда орталығына кеттік. Бұл планета деп аталатын сауда орталығы жалпы 3 қабаттан орналасқан. Кинотеатрдан бастап ойын-сауық орталыққа дейін бар бұл сауда орталығына біз де келдік. Ендеше экраннан алыстамаңыздар. Ал бұл распаковка, яғни Летуал деп аталатын магазиннен осындай әдемі бижутериялар, сосын украшениялар алған болатынмын. Көркіне көз тоймайтын әдемі биік-биік ғимараттардың арасында жарқырап тұрған планета сауда орталығы кешегі барған мегадан артық болмаса кем емес. Көңіліме қатты ұнағаны осы планета сауда орталығы болды. Ендеше достар, кеттік бірге аралайық. Осылай кассада кезекте тұрмай-ақ электронды түрде билет алуға болады екен. Оның орнын, уақытын өзің таңдайсың. Кинотеатрда өте көп фильмдер мен мультфильмдерде жалпы таңдау көп екен. Тіпті былайша айтқанда басың айналады. Бүгінгі күніміз қызықты әрі көңілді өтті. Соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Және де влогымның соңын әдемі өлеңмен аяқтаймын. Сіздермен бірге болған оңай медицина. Келесі жүздескенше. Мен барсам қалаға, қасымда бір бала, сонда мен қалдым ғой далада. Жігіттер сенгендер қыздарға, осы күні ода бір қыз бар ма? Жүрегі лүпілдеп сүйемін деп алдайтын махаббат ойыншық қой оларға. айтшы бастадың ғой. Я, достар, міне бізден алдамыздан жаңадан келген Milkis, новые ощущения, новый микс. Я, достар. Сәлем, достар.